Сендерме балалар. Отыра қойыңдар. Балалар, сабағымыз бүгін бізде математика сабағы. Тақырыбымыз өзіңді тексер. Дайынбыз ба сабағымызға? Дайынбыз. Тақырыпқа назар аударамыз. Бізде шарттық шеңбері бүгінгі күнге өзімізге таяқша, жүрекше таяқшалар арқылы бүгінгі күнге өзіміздің тілектерімізді білдіріп қояйық. Ал айғайым жөн таңдай қой. Оқи қойыңыз. Тамаша көңіл күн. Бүгінгі күнге тамаша көңіл күй тілеймін дейді. Өте жақсы. Бақытты балалық тілеймін дейді. Атын қандай ғой? Табыс тілеймін дейді. Інжу. Оқып берем, қаттырақ оқыңыз. Мейірім. Мейірім тілеймін дейді. Сырым. Бірлік. Бірлік, бүгінгі күнге бірлік тілеймін дейді. Нұрсұлтан. Татулық тілеймін дейді бүгінгі күнге. Жанерке. Бүгінгі күнге жетістік тілеймін дейді. Ал Алинор. Шарттық дейді. Және бүгінгі сабағын жақсы өту үшін мен сіздерге сәттілік тілеймін. Қараймыз балалар. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз, өткен тақырыпты қайталау үшін, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашу үшін бізге адасқан әріптер көмектеседі. Мына жерде адасқан әріптер бойынша бүгінгі тақырыбымызды шығарамыз. Ал, Інжу. Қосу, жақсы, қосу деген сөз бар. Алинор. Екі таңбалы. Екі таңбалы, өте жақсы. Азайту. Жүздіктер. Дарын. Және. Алинор. Санда. Енді бізде қандай сөз шықты? Барын бір оқиықшы. Екі таңбалы. Қосу, азайту, жүздіктер. Өте жақсы. Демек, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы екі таңбалы сандарды қосу және азайту, жүздіктер. Таныс па бізге бұл тақырып? Таныс. Олай болатын болса, балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты екі таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдерін қолдануды білеміз. Білеміз ғой? Екі таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдерін қолдана аламыз. Жүздіктерді қосу және азайту салыстыруды, заңдылығын анықтауды білеміз. Осы мақсат бойынша бүгінгі сабағымызды бастап жұмыс істеуге кірісейік. Балалар, бүгінгі сабағымызды мен сендерге FM әлемі деп алып отырмын. FM әлемі дегеніміз не екен? Нұрали? Радио тағы да. Жұлдыздар, жер. Интернет, я? Дарын? жұлдыздар деген мысалы Не көріп тұрмыз? FM жұлдыздары, FM музыкалар, Wi-Fi, тағы да. Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp. Бұның барлығы не арқылы жұмыс істейді? Wi-Fi арқылы, я? Ал бұл құрылғылар, бұл интернет желілер бізге не үшін керек? Сөйлесу үшін, хабар алу үшін. Қалай? Қолданамыз. Не үшін қолданамыз? Адамдардың түсірген нәрсесін көру үшін. Адамдардың видеоларын көру үшін тағы да еңірек. Лайк жинау үшін. Лайк жинау үшін тағы да. Оқырман жинау үшін тағы да. Видео жүктеу үшін, оның барлығын, ал видео жүктеген кезде біз өзімізге не жинаймыз? Лайк жинаймыз. Бүгінгі сабағымызды сендер, мінекей мен сендерге телефон макетін үлестірдім. Соған осы
фишкаларды бердім. Осы арқылы сендер орындаған тақырыптарың бойынша өздеріңе не жинайсыңдар? Балл жинайды екенсіңдер, иә? Жақсы. Енді жұмыс істеуге, осы FM әлемі бойынша жұмыс істеуге дайынбыз ба? Иә. Енді біздің келесі тапсырмамыз топты жұмыс. Ал өткен тақырыбымызды қайталау үшін бізге не келді? WhatsApp-та не келеді? Сообщение, оны қайтамыз, хат деп айтамыз, бізге хат келді. Өткен сабақты қайталау үшін 35 санының разрядты қосылғышқа жүкте дейді. 35 саны. Алинұр? 30 тағы да? 3 жарайды, өте жақсы меңгеріпсің. 20-дан 40-қа дейін тура сана дейді. 20, 40 жарайсың. 40-қа дейін ғана деп тұр, иә, жарайсың. 70-тен 50-ге дейін кері сана дейді. Ал дары 17, 60, 50 өте жақсы жарайсың. Ондық сандарды өте жақсы жаттап алсыңдар. 85 санда неше ондық, неше бірлік бар? Алинұр? 8 ондық, 5 бірлік. Келісеміз ба? Иә. Келесі 47 неше таңбалы сан? Нұралин? 47. 2 таңбалы сан екен, тамаша. 63 санының разрядты қосылғыштарға жүкте. 63 сырым жүктейді. 60-тен 3. 6 ондық, 3 бірлік. Жарайсың. 2 таңбалы санды 2 таңбалы санға қосудың алгоритмін айт дейді. Али? 2 таңбалы санға 2 таңбалы саны қосады. Неге нені қосады? Ондыққа ондықты, бірлікке бірлікті. Дұрыс па? Ал енді бала дәптермен жұмыс. Дәптерімізді ашамыз. Дәптерімізді көлге қоямыз. Және де бүгінгі күнімізді жазамыз. Бүгін нешесі балалар? 21 қараша сынып жұмысы. Және де 21-210 деген санымызды әдемілеп көркем жазамыз. Дәптерімізді көлге қоямыз. Аяқтаған болсақ, енді келесі тағы да топтық жұмысымызды қараймыз. Келесі топтық жұмысы интернеттің қандай жүйесі арқылы келіп тұр бізге? TikTok. Бәріміз TikTok-ты білеміз бе? Иә. Бәрістен TikTok түсіріп білесіздер ме? Иә. Ол жақта не жинайсыздар өзіңіз? Лайк жинайсыздар, иә? Тағы да лайк жинау үшін бізге TikTok-тың тапсырмасын орындауымыз керек. Оқулықтағы номер 5-ші тапсырмада санды және әріпті өрнектер құру керек екенбіз. Қол шатыр әдісі арқылы берілген есепті оқимыз. Есеп неден тұрады? Шарты, сұрағы, шешуі, жауабы. Осы барлығын интернет желісін, жаңағы айтылған интернет желілері біз телефонға не арқылы таратамыз? Wi-Fi арқылы таратамыз. Олай болатын болса, барлығымыз қол шатыр әдісі бойынша класстарына алдарында қол шатыр тұр, сол бойынша есепті шығарамыз. Есептің берілгенін оқимыз, барлығымыз тыңдаймыз. Мөлдірдің мектепке дейінгі жолына 25 минут кетеді. Ал Санжар мөлдірден 12 минут артып жүрді.
Санжар мектепке дейін неше минут жүреді? Мына қол шатыр берілді сендерге. Осы қол шатырға есептің шартын, шешуін, сұрағын, жауабын тауып жазамыз. Төртеміз. Өже қайда? Шартын, сұрағын, жауабын, шешуін таптық па? Інжу тақтаға шыға қой. Қол шатыр әдісі бойынша, мені қол шатырына жазды. Қазір Інжу бізге оқиды. Қалған топтағылар тексересіңдер. Екеуміз ортаға сөйтеміз. Оқыды. 25 минут жүреді. Санжар белгісіз минут жүреді. Кімнен артық жүреді? 25 минут артық жүреді. 12 минут артық жүреді, е? Ал сұрақ табылды, шешуі? 25 қосу 12 тең 37. 37 не? Минут, е? Жауабы? Санжар 37 минут жүреді. Солай шықты ма барлықтарында? Өте жақсы. Олай шықты. Ғалымыз ненің тапсырмасы болды? Wi-Fi-дің белгісін желімдейміз. Біз номер Жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымызды қорыта келе, сендерден кері байланыс алғым келіп тұр. Оны мен ақиқат және жалған әдіс арқылы осы бүгінгі сабағымызды қорытамыз. Сұрақ бала, егер де сұрақтың жауабы дұрыс болатын болса, ол ақиқат, жалған болатын болса, ол дұрыс емес, е? Сендер өздерің сұраққа жауап беріп және дәлел айтасыңдар. Кестік па? Олай болатын болса, тыңдаймыз. Өрнектерді салыстыруда қосу және азайту таңбалары қолданылады. Алинұр. Жалған. Неге? Өйткені салыстыруда қосу мен азайту болмайды. Не болады? Қандай таңбалар қолданылады? Тең және артық. Және де? Тең. Өте жақсы, жарайсың. Келесі сұрақты тыңдаймыз. Екі таңбалы санға қосқанда ондығына бірлікті қосамыз. Және де? Жалған. Неліктен? Өйткені ондығына ондығын, бірлігіне бірлігін қосамыз. Жарайсың. Өте жақсы меңгеріп алыпсыңдар. 250 саны 2 ондықтан 5 бірліктен құралған. Ай болсын. Жалған, өйткені ол деген 5 ондық 2 бірліктен құралған. 200-дік. Али, дұрыс айтады. Кішкене қателік қалды. Ай болсын. 250 саны деп тұрмыз. Демек бұл жерде Али қайталап жіберші. 200-дік 5 ондық. Ондық. Бәрекелді. Мұны жүздіктерді өте жақсы меңгеріпсің. 2 таңбалы сан, ол 2 саннан құралады. Інжу? Ақиқат па жалған ба? Ақиқат дұрыс. 2 таңбалы. Қандай 2 таңбалы саннан құралады? Ондық бірлік. Бірлік. Жарайсың. 700 санынан кейінгі сан 900. Айғаным? Ақиқат па жалған ба? Жалған. Неліктен? Өйткені 700-ден кейін 800. 800. Келесі А қосу 25, С азайту 15, бұл санды өрнек. Аяру? Жалған. Неліктен? Өйткені ол сандары береміз ол әріпті. Бұл қандай өрнектер? Өрнектер, дұрыс айтасың. Келесі, бір жылда 364 күн бар. Сырым. Ақиқат па жалған ба? Ақиқат. Дұрыс па? Дұрыс екен. Келесі, 1 метрда 10 сантиметр бар. Дарын. Жалған, өйткені 1 метрда 100 сантиметр. Бәрекелді, өте жақсы ұзындықтарды меңгеріпсің. Bir haftada 5 gün var. Ayda? Bir haftada 7 gün var. Bir haftada 7 gün var, dürüst mü? Dürüst, hakikat ekan. Senderдің жастарың 11-де. Жоқ, жалған. Жалған. Сендердің жастарың нешеде? 7-де.
Өте жақсы бала. Демек сендер бүгінгі сабақты өте жақсы меңгеріпсіңдер. Өздерінің бүгінгі сабақта алған балдарым бойынша барлықтарыңды бағалап беремін. Бағамызды айтамыз, бал жинаған балымызды. Олай болатын болса сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырмамыз жазамыз. Үйге 87-ші беттегі номер 6-шы тапсырма. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.